Қайырлы күн, құрметті ұстаздар. Функционалдық сауаттылық білім сапасын арттырудағы тиімділігі атты шебер сыныпқа қош келдіңіздер. Менің мақсатым семинарға қатысушыларды ағылшын тілі сабақтарында қолданылатын кейбір қызықты әдіс-тәсілдермен таныстырып, ой бөлісіп, тәжірибе алмасу. Функционалдық сауаттылық бәрімізге белгілі оқушылардың пәндік білімдеріне, ептіліктеріне және дағдыларына сүйене отырып, оқу пәндері арқылы функционалдық сауаттылықты дамыту үдерісі ойлау дағдыларын қалыптастыру негізінде жүзеге асады. Функционалдық сауаттылық кең анықтамасында білім берудің ең алдымен жалпы адамның көп қырлы қызметімен байланысын біріктіретін жеке тұлғаның әлеуметтік бағдарлану тәсілі ретінде көрсетіледі. Сондай-ақ өмір бойы білім алуына ықпал ететін негізгі факторлардың біріне айналуда. Білім алушылардың функционалдық сауаттылықтарын арттыру жолында қолданылған әдіс-тәсілдер. Танграмм әдісі. Әдістің қолданылуы Google-ға танграмм деп жазыңыз, түрлі пішінді суреттер болады. Соны ақпаратқа шығарып алып, сұрақты өзіңіз жазасыз. Оқушылар сұраққа жауап беру арқылы негізгі пішінді құрау керек. Әдістің пайдасы қызықты сабақ өзгеше өтеді, өткен сабақты қайталауға өте жақсы. Келесі кезекте өте қызықты әдіс-тәсіл Тарсия әдісі. Тарсия әдісінің қолданылуы Google-ға Тарсия Мейкер деп жазаңыз. Кірген кезде нұсқалығы өзінде түсіндіріп тұрады. Әдістің мақсаты алдарында жатқан қағаз қиындыларындағы сұрақтарға дұрыс жауап жазу, сәйкестігін табу немесе жалғасын табу. Әдістің пайдасы қызықты сабақ ерекше өтеді, өткен сабақты қайталауға өте тиімді. Келесі тәсіл Mosaic Education платформасы. Бұл бағдарламада құралдар мен ойындар шексіз пайдалана аласыз. Барлық 3D үлгілерді, видеоларды және медиа лексикон элементтерін аша аласыз. Сізге берілген үй тапсырмаларын орындай аласыз және Mozabook бағдарламасында дайындалған дәптерлерді аша аласыз. Өз дәптерлеріңізге қоса, басқалар бөліскен дәптерлерді ашуға болады. Mosaic Education бағдарламасын жаратылыстану және гуманитарлық бағыттағы пәндерге өте тиімді әрі қызықты платформа. Келесі тәсіл жанр әдісі. Әдістің қолданылуы секіру арқылы ойналады. Бұл жерде иә немесе жоқ деп жауап береді. Егер оқушы иә деген жауап беретін болса, секіреді, ал жоқ деген жауап беретін болса, секірмейді. Сіздің қойған сұрағыңыз иә немесе жоқ деген жауапқа арнаулы болу керек. Әдістің пайдасы сабақ қызықты өзгеше өтеді, өткен сабақты қайталауға жақсы, оқушыларға жаттығу болады. Монета әдісі. Әдістің қолдануы. Бұл әдісті сіз кез келген тиын арқылы оқушыларға ойнатасыз. Сыныптағы барлық оқушыларды тұрғызып, қолыңызда тұрған тиынды лақтырып, қай беті түсті деп сұрайсыз. Дұрыс тапқан оқушылар ойынды жалғастырады, дұрыс емес тапса, келесі ойынға қатыспайды. Кім чемпион болғанша ойнатасыз, ең соңында чемпион болған оқушыға сыйлық берсеңіз болады. Сыйлық ретінде бал немесе шоколад. Бұл әдістің пайдасы оқушы бір зейіннің фокусын тиынға қояды, алдыңғы өткен сабақты ұмыттырады, сіздің сабаққа зейін қояды.